Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Türk dilinde keşirim sırauda öğrenетін bolamız. Türkçe birneçe onday söz var. Pardon, affedersiniz, özür dilerim, kusura bakma, және beni affet. Birincisi, pardon. Мысалы, көшеде келе жатқан кезде, немесе метрода біреуді қағып кетсеңіз, pardon деп айтуға болады. Яғни ол кешірім сұраудың өте жеңіл түрі. Немесе магазинге барған кезде дүкенші сізге қарамай тұрса, немесе біреуден бір нәрсе сұрағыңыз келсе, pardon деп қаратып алуға да болады. Pardon, bir dakika bakar mısınız? Және бұл pardon деген сөзді өзіңізді кінәлі сезінбейтін, бірақ сыпайылық үшін немесе кейде жақтырмай тұрған адамнан кешірім сұрағыңыз келмей тұрған кезде pardon ya деп кешірім сұрай салуға болады. Pardon ya. Екінші сөз affedersiniz. Ол да қолданылу жағынан pardonға ұқсайды. Көшеде біреуден бір нәрсе сұрағыңыз келсе, біреуді өзіңізге қарату үшін қаратпа сөз ретінде affedersiniz деп қаратып алуға болады. Affedersiniz. Біреу сөйлеп жатқан кезде оның ойымен келіспеуіңіз мүмкін. Сол кезде сөйлеп жатқан адамды тоқтату үшін де affedersiniz ама деп те жалғастыруға болады. Яғни оның қазақша тікелей аудармасы кешіріп қойыңыз, кешіріңіз. Үшінші сөз ол өзір дилерім. Тікелей аударған кезде кешірім өтінемін болады. Бұл шынымен де сіз өзіңіздің жасаған ісіңізге өкінген кезде, яғни өзіңіздің кінәңізді сезінген кезде өзір дилерім деп кешірім сұрауыңызға болады. Özür dilerim. Келесі кешірім сұрау сөзі kusura bakma. Ол біздің қазақ тіліндегі айыпқа бұйырма сөзі. Мысалы, түннің бір уағында бір кісіге хабарласуыңыз керек болып қалуы мүмкін. Сол кезде kusura bakma, я бұл сәтте сізді рахатсыз ediyorum деп кешірім сұрауға болады. Яғни айыпқа бұйырмаңыз, түннің осы уағында хабарласып тұрғанымыз үшін, яғни сізді мазалап тұрғанымыз үшін. Ben kusura bakma, rahatsız ediyorum. Және кешірім сұраудың ең жаңағы өзіңізді шынымен де айыпты, шынымен де бір нәрсені білдірген кінәлі адам ретінде сезінген кезде бені affet деп қолдануға болады. Ол яғни шынымен де жалынамын, жалбарынамын, мені кешір деген сөз. Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet.